1999 жылы ЮНЕСКО қазақтың елордасына бейбітшілік қаласы деген атақ беріп, арнайы медальмен марапаттаған еді. Сарыарқа төрінде күннен күнге құлпырып, сән салтанаты асқақтаған шаһардың тарихы терең. Оған дәлел Нұр-Сұлтаннан 15 шақырым жерден анықталған Бозоқ қала жұрты. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев былай деп жазады. Орта ғасырлық Бозоқ қаласын Ақмоланың түпкі атасы деп санауға болады. Бозоқ қалашығы Есіл, Сілеті, Шідерті және Нұра, Сарысу өзендерінің түйіскен тұсында орналасқан. 8-18 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Бұл қала жұрты туралы алғашқы деректер ресейлік инженер Иван Шангиннің 1820 жылы Сибирский вестник журналына жариялаған күнделігінде кездеседі. Онда Бозоқ өзенінің шығыс жағалауында ежелгі қаланың қираған үйінділері жатқаны туралы айтылады. Иван Шангин қалашық көшпенділердің ғибадат ету орны болуы мүмкін деген болжам жасайды. Нақты Бозоқ деген атаумен 1927-30 жылдардың арасындағы Леонид Семенов деген Ақмола облыс музейінің негізін салған адам жақсы зерттеген. Ол кісі 3 жылдай барлау жұмыстарын жасайды. Сонымен қатар сол барлау жұмыстарының ішінде Бозоқ қалашығына тоқталып, Бозоқтың қалашығы екенін айтып, сосын оның жаңағы үш құрылымды сызбасын сызып бізге қалдырады. Бірақ ол кісі арнайы қазба жұмыстарымен айналыспады, тек қана жаңағы қалашықтың үш бөлігіне шурф салып көрді. Шамамен 20-15 сантиметрдей жерге шурф салды, бірақ ештеңе жоқ деп ойлады ол кісі. Оның астында өйткені бүткіл қаланың мәдениет қабаттары 2,5-3 метр тереңдікте орналасқан болатын. 1997 жылдан бастап Бозоқ қалашығын белгілі археолог Кемел Ақышев іздей бастайды. Ғалым 1998 жылы қалашық орнын қалың батпақтың арасынан анықтайды. Бұл жаңалық тың игеруге дейін арқа жерінде ешқандай қала өркениет болмаған деген пікірталасқа нүкте қояды. Қаланың табылуы туралы Ақышевтің Есіл экспедициялық тобының басшысы ғалым Марал Хабдулина бір сұхбатында мынадай естелік айтады. Кемел Ақышев алғашқы барлау жұмысын Есілдің оң жағалауында жүргізді. Бірақ ол жерден қала орнынан хабар беретін ешқандай белгі таппады. Үміт үзіле бергенде сол жағалаудан батпақ арасынан Бозоқтың ізі білінді. Сөйтіп қаланы кісі аяғы бармайтын батпақтың ішінен аршып алдық. Қала неліктен мұндай қолайсыз жерге салынғаны әлі күнге жұмбақ. Мүмкін бұл жаугершілік заманда қорғаныс мақсатындағы стратегия болды ма екен, кім білсін. Әлке Марғұланның еңбектерінде айтады, Қазақстанның Сарыарқа даласында дейді, қала мәдениеті аз зерттелген дейді. Яғни бұл қазіргі таңда Қазақстан тарихындағы, Қазақстан археологиясындағы өте өзекті мәселе. Қалалар көп кездеседі, бірақ олар өте аз зерттелген. Яғни көбінде бұл жақтың табиғи ерекшелігіне байланысты қысы қатты, жазы ыстық, күздің қара суығы, осының барлығы, одан кейін жаңағы желдің, жаңбырдың ызғары дегендей таулы жер емес қой, бұл өңкей өтпелі ауа райы бұл жерде жақсы көрініс тапқан. Сондықтан кез келген құрылыс бұл жерде көп шыдай бермейді. Сондықтан құрылыстарының көбі жаңағы арнайы жергілікті балшықтардан салынып, ол қайта-қайта біртіндеп жамалып отырған. Құрылыстар салғаннан кейін оны әрдайым өңдеп отырған, жыл сайын, 2 жыл сайын. Сондықтан да бұл жерде көп қалалық мәдениеттер, арнайы қорғандар, биік дуалдар кездеспейтін себебі сол. Бұл жерде жер қатты болады, топырақ үйіліп тастайды, құм үйіліп, құммен басып қалады. Сондықтан бұл жақта көп қалалардың бәрі жердің астында жатыр. 3 метр, 4 метр жердің астын қазсаңыз, Бозоқ қалашығынан әр бөлмелердің орны, ошақтардың орны. 1999 жылы Есіл экспедициялық тобы жұмысқа кіріседі. Бұл топқа Қарағанды, Көкшетау университеттерінің тарих факультетінде оқитын студенттер қосылады. Кемел Ақышев жинаған мықты ғалымдардан, студенттерден құралған отрядтағы адам саны 100-ге жетеді.
Сөйтіп, қазба жұмыстары 2013-2014 жылдарға дейін созылады. Бозоқтан алған топырақтың құрамын лабораторияға жіберген кезде, яғни Бозоқ қалашығының алғашқы несі 7-8 ғасырдан бастап алып, Бозоқ сол кезден бастап әртүрлі осы Қазақстанның солтүстік өңірінде, орталық өңірінде өмір сүрген мемлекеттердің құрамында болып келді. Археологиялық зерттеулер нәтижесінде ескерткіштің 3 бөліктен тұратыны анықталды. Яғни орталық, оңтүстік және солтүстік бөлік. Орталық бөлігі ормен қоршалған. Солтүстігінде жертөле типіндегі тұрғын жайлар мен өндіріс орындары бар. Ал оңтүстігінде қорымдар көп. Қазба жұмыстарының нәтижесінде ғалымдар бұл қала жұртының 6-9 ғасырларда ежелгі түркілердің, одан кейін Қыпшақ билеушілерінің әскери ордасы, 10-11 ғасырларда әкімшілік және сауда орталығы, 13-15 ғасырларда ақсүйектерді жерлейтін қасиетті орын, 15 ғасырдан бастап ислам мәдениетінің рухани орталығы болғанын дәлелдеді. Бозоқ қаласының ерекшелігі де осында, бұнда көп мәдениеттіліктің көрініс табуы. Бұда ерте түркі ғибадатханасынан бастап кейінгі дәуірдегі қазақ қыстауларына дейін кездеседі. Бұл жердегі мұсылмандық дәуірден бұрынғы, яғни діни ғұрыптық кешен кездеседі. Бұл жерде үлкен қарауыл мұнарасы кездесіп отыр. Бұл Сарыарқа даласындағы мұнаралар өте аз. Тек қана бір мұнара, Қара Баласаунская башня деген ғана кездеседі Сарыарқада. Одан кейін осы далалық өркениетке тән мұнаралар өте аз кездеседі. Кемел Ақышевтің пікірінше, Бозоқ қалашығы Қыпшақтардың Еуразия кеңістігін игеру кезіндегі алғашқы ордасы болуы мүмкін. Қыпшақтардың алдында 6-9 ғасырларда бұл территорияны ежелгі түріктер мекен еткен. Олар Бозоқты өзенінің шығыс жағалауында 3-4 бұрышты алаң салған. Алаң 3 жапырақты гүл пішінінде жасалған. Өлшемі 65-55 метр, ені 3-5 метр, тереңдігі 2-3 метр ормен қоршалған. Қамал қабырғасы шикі кірпіштен қаланған. Ежелгі түркілердің тайпасы. Қай тайпа екенін нақты айта алмаймыз. Мүмкін оғыздар болар. Мына 3-4 бұрышты алаңды қасиетті санаған. Осы жерде діни ғұрыптарын өткізген. Құдайларына табынған. Содан бері бұл маңды ежелгі түркілерден кейінгі Қыпшақтар да, жошы ұлысының халқы да қасиетті деп құрметтеген. Бұл қазір де киелі жер деп айтар едім. Ежелгі түріктер қаланы 9 ғасырда тастап кетеді. 10-12 ғасырларда Қыпшақтардың келуімен қалашық қайта жанданады. Бозоқтың жаңа тұрғындары қыш кірпіштен үй салып мұнара тұрғызады. Орта ғасырға тән жартылай баспана жертөлелер кездескен. Яғни жертөле өзі коридор тәрізді ұзын жолағы бар. Оның жанында 2-3 бөлмеден тұратын бөлмелер, жататын бөлмелер, тапжан сияқты арнайы биіктікте орналасқан. Соның ішінде отыратын бөлмелер, пеш жағатын орны болған. Бірақ ол жердің бетінен жарты метр немесе 1 метр биіктікте ғана шығып, төбесі бір жартылай былай, бір қабырғамен былай төбесі жабылған. Олардың шатырының көбінің құрамы қамыстардан, нелерден, кірпіштермен араластырып, балшықпен солай арнайы жапқан төбелерін. Осындай жертөлелерде тұрған. Археологтар Бозоқтан қола мен күмістен жасалған әшекей бұйымдар, былғары, қыш ыдыстар тапқан. Бірақ қазба кезінде заттай артефактілер көп кездеспеген. Бұл туралы ғалым Марал Хабдулина мынандай естелік айтыпты. Әр жылдың жазында 2 айдан жұмыс істедік. Соншалықты олжаға кенелдік деп айта алмайым. Өйткені орта ғасырлық далалық қалалардың мәдениеті жұтаң болып келеді. Бозоқты Ұлы Жібек жолының бойында орналасқанына қарамастан бай қала емес. Біз негізінен қаланың сәулет ерекшелігін, қабырғалары мен бекініс құрылысын зерттедік. Бұл далалық әсіресе көшпелі мәдениеттік өмір сүретін белдеу болғаннан кейін, бұл жерде жаңағы жайлауға көшіп, яғни оңтүстік өңірлерге күзде күзеуге барып, қыста қыстауға қайтып келіп, солай өмір, яғни 4 мезгілдік сондай ауысыммен табиғатпен үйлесімді өмір сүру жағдай жақсы сақталған болатын. Мысалы осындай бір деректерде, мысалы Шмидттің
осындай Ресей географиялық қоғамының мүшесі бір осындай зерттеу жұмыстарын жүргізген, яғни Ақмола облысындағы қыстаулардың шығуы туралы Шмидт Валерий деген ғалым, соның зерттеулеріне қарағанда Ақмола облысында жалпы далалық өңірде осы үйлердің екі түрі нақты көрініс тапқан. Яғни біріншісі бұларда далалық ағашы жоқ тақырлардағы қыстаулар, одан кейін екіншісі мына Павлодар, Петропавл жағына қарай ормандық жерлердегі қыстаулардың үлгісі. Соның ішінде бізге осы Бозоққа жақын келетіні, яғни далалық степной зона дейді ғой, далалық аймақтағы қыстаулардың үлгісі. Жалдармен қоршалған жан-жағы, арнайы орналасатын жері көбінде сондай төмпешік немесе бір биіктеу ши сондай араларда жерлерде орналасқан, және өзенге жақын жерде орналасқан, өзені жоқ жерлерде арнайы құдықтар болған. Сонымен қатар бұндай үйлер қазіргі қоржынтамдарды елестетеді. 2002 жылы археологиялық топ әйел адамның қорымын ашады. Қаланы қазып жатқанда олардың күрегі 1 метр тереңдікте жатқан ағаш табытқа тиеді. Зерттей келе, бұл моңғол әйеліне тиесілі сүйек екені анықталады. Қазба жұмысына ат салысып жүрген студенттер оған Әнжу деп ат қояды. Өйткені марқұмның бас киімі ақ інжумен безендірілген. Әнжу 700 жыл бұрын ағаш табытқа салынып жерленген. Жасы 40-50 шамасында. Оның қабірінен темір найза, қанжар, күміс тостаған, қола айна табылды. Әйелдің мойнында асыл тастармен көмкерілген алқа, құлағында күміс сырға, қолында күміс білезіктер бар. Бас киімі қайың қабығынан жасалып, матамен қапталған және інжу маржандармен безендірілген. Бокко аталатын мұндай бас киімді моңғол дәуірінде ақсүйек әйелдер киген. Ғалымдар әйелдің пұтқа табынушылардың діни ғұрпымен жерленгенін, жауынгер болғанын анықтады. Қазба барысында археологтар 7 қабір және мұсылман ғұрпындағы 72 жерлеу орнын тапқан. Сондай-ақ кірпіш күйдіретін 2 пештің қалдығы аршылған. Кірпіштерінің размері 25-25 сантиметрді құрайды. Арнайы күйдірілген кірпіш. Осы арқылы бұлар үздіксіз қорғанның бір жері кірпіші келтізе, соған арнайы кірпіш күйдіріп, соны дайындап, немесе жаңа бір баспана салынса, сол кірпішті арнайы дайындап, соны күйдіріп, соны кірпіштер содан жаңа баспаналар тұрғызып, сонымен айналысқан. Археологтар қалашық халқы балық аулаумен айналысқанына сенімді. Өйткені біріншіден қала жұртының айналасы түгел өзен, екіншіден қазба кезінде балық сүйегінен тізбектелген сан алуан моншақтар табылған. Сондай-ақ мұнда мал шаруашылығы, егін шаруашылығы да жоғары деңгейде дамығаны дәлелденген. Осы Бозоқтың жанында қазба жұмыстарынан табылған егін егу, яғни егін шаруашылығы жақсы дамыған. Әсіресе Бозоқ қаласының жанынан табылған 20 гектардай жер таза суармалы егін шаруашылығымен айналысқан. Арнайы орта ғасыр су диірмендері болған, яғни Бозоқ қалашығының жанынан қарасаңыздар, көлдің, Бұзықты көлінің екі жағынан арнайы каналдың орындары бар. Яғни бұл ескі каналдар. Бұл каналдарды сол кездегі тұрғындар арнайы суландыру жүйесін дамыту, соны пайдалану мақсатында қолданған. Арнайы шегірлері арқылы, су диірмендері арқылы су тасып, сол жерге егін, арпа, бидай сияқты дәнді дақылдарды өздеріне алып отырған. Бозоқ Қазақстанның далалық аймағында зерттелген алғашқы қалашық. Еуразияның төсінде отырықшы қала мәдениетінің болғанын растайтын бірегей ескерткіш. Түске қарай уақытылы тамақтар дайындау, немесе кейбір мысалы кәсіпте бұл жерге де жақсы дамығанда, мысалы ер тоқымдарының бір жерінің ата әбзелдерін жасау, қамшы өру, мысалы киім, арнайы киімдер, тері шалбарлар киген, мысалы соларды жасау үшін жылқының терілерін суға лақтырып қоятын болған. Ол кейін оны өңдеп, оның тері илеп, одан кебісін, мәсісін, немесе басқа бұлғардан киімдерін арнайы жасап отырған. Осындай кәсіппен айналысқан. Қалашықтың атауы бірнеше рет өзгерген. Кемел Ақышев оны тапқан кезде Ақ жол деп атайды.
2000 жылы ескерткіш бұзық деп өзгертілді. Бұзық ежелгі түркілердің сөзі, терең бойлайтын оқ деген мағынаны білдіреді. 2003 жылы Кемел Ақышев елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, қазба барысы туралы есеп береді. Сөйтіп, елбасының ұсынысымен қалашық Бозоқ аталды. Сондай-ақ Бозоқтың реконструкциясын жасап, ұлттық парк құру идеясы пайда болды. 2018 жылы Бозоқ мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығы құрылды. Бұл мекеме қалашықты әрі қарай зерттеумен және ашық аспан астындағы ұлттық парк құру жұмыстарымен айналысады. Ашық аспан астындағы ұлттық парктың аумағы 412 гектар. 40 гектары Бозоқ қалашығына тиесілі. Қалған бөлігінде түрлі нысандар, ескерткіштер орналасады. Бізде негізіне 4 кешеннің, 4 заманның кешендері орналасатын болды. Біздің Бозоқ қалашығының өзі 4 кешенді эпохалар дейді, замандарды бастан өткергендіктен, соған байланысты біз осы бір 4 заманның уақыт аралығындағы, хронологиясындағы кешендерді алып көрсетуге даярланған болатымыз. Сол бір кешендердің бірі Енолит заманындағы Ботай қонысы. Келесі кезеңдерде бізде кезекте мысал қарасаңыздар болады, ғұн заманы, сақ заманының ескерткіштері орналасады. Осы біздің макетіміздің гүлі болып есептелетін Бәбіш-Мола қаласы. Ол Қызылорда облысында орналасқан. Бәбіш-Мола қаласы сонау Ахеменид заманына тиесілі қалалардың бірі болып есептеледі. Біздің Қазақстан еліндегі орта ғасырлық қалалардың болғаны Сығанақ, Сайран сияқты, Сарайшық сияқты қалалардың көптен кездесетін белгілі. Кешенде еліміздің әр өңірінде ең атақты ескерткіштерді орналастырудағы басты мақсат ұлы даланы мекен еткен ежелгі халықтардың дүние танымы мен құндылықтарын, жазуын, мифологиясын, озық мәдениетін, өркениетін паш ету. Бұл болашақ ұрпақтың өз тарихын, тамырын тануына септігін тигізеді. Сондай-ақ алыс жақын шетелден келетін туристердің қызығушылығын арттырады. Бұл ұлттық паркте 3 кіреберіс болады. Кірген бетте визит орталығы орналасады. Оның қасында киіз үйлерден тұратын хан жайлау болады. Мұндағы орталықтар тәулік бойы жұмыс істейді. Мақсатымыз қазақстандықтар отбасымен келіп, ата-бабаларымыздың, яғни ғұн, сақ-сарматтардың тұрмыс тіршілігімен танысып, олардың киген киімін көріп, ішкен асынан дәм татып, өткен тарихқа саяхаттауына жағдай жасау. Тарихи кезеңдердің этникалық асханасын ұсынатын арнайы кешен, ресторандар желісі салынады. Кешеннің маңында мөлдіреп өзен ағып жатыр. Онда ежелгі замандағы қайықтар жүзіп жүрмек. Паркке келген қонақтарға, туристерге тарихи ескерткіштерді қайықпен аралауға жағдай жасалады. Атқа міну мәдениетін қалыптастырған металлургия, мата өндірісін игерген ата-бабаларымыздың тұрмыс тіршілігін көрсету үшін түрлі мәдени, этнографиялық шаралар, ұлттық ат спортының турнирлері ұйымдастырылады. Национальный парк Ұлттық паркты тарихи және инвестициялық бөлікке бөлдік. Инвестициялық бөлігінде қонақ үй болады. Оны керуен сарай деп атадық. Ол жерге 3-7 күнге орналасып, тарихи кезеңдермен асықпай танысуға болады. Мысалы, Бопай мәдениетіне арналған кешен ұйымдастыратын түрлі этнографиялық шараларға, мастер-кластарға, ат ойындарына қатысуға мүмкіндік бар. Бұл ұлттық паркте аумағы 3728 шаршы метр болатын ғылыми зерттеу орталығы да салынады. Ол білім ордасы елдің түкпір-түкпіріндегі археолог ғалымдар бірігіп зерттеу жүргізетін, жоспарларын, идеяларын талқылайтын алаңға айналмақ. будет находиться научно-исследовательский центр. Инвестициялық бөлікте сондай-ақ білім ордасы деп аталатын ғылыми орталық болады. Онда түрлі зертханалар ашылады. Яғни антропология, топырақ, көмір, флора, фаунаны зерттеуге мүмкіндік жасаймыз. Бізде болашақ бағдарламасымен алыс жақын шетелдерде білім алып келген талантты жастар көп. Міне, соларға осы білім ордасында білімін пайдаланып, жаңа идеясын жүзеге асыруға жол ашылады. Мұның бәрі ұлт тарихын санаға сіңіру үшін жасалып жатқан игі істер. Ал елордамыздың түп атасы саналатын Бозоқ қалашығы, ол жерден табылған артефактілер, қазақтың сайын даласы, әлемнің әр түкпіріне таралған
түркі халықтарына ортақ мекен болған қасиетті қара шаңырақ екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.